қоршаған ортаңыз өміріңізге әсер ететінін білесіз бе? Азамат бірден айналасындағы адамдарды есіне түсіре бастады. Бірақ бұл оңай болған жоқ. Алдымен оны курьер алаңдатты. Маған қалай тез жеткізді? Сіздің авокадо тостыңыз. Одан кейін есікті көршісі қақты. Ей, сен суыңды өшірдің бе? Но сен үшін әзіл ме? Мұнда мамансыз мәселені шешуге болмайды, сондықтан сантехникке қоңырау шаламыз. Бірақ ол көрші пәтердегі гайкаларды бұрып жатқан. Себебін тауып серпілісті жойдым. Су болады. Сонымен қоршаған орта. Қайырлы күн, сіз 1 сағаттан кейін дәрігер тексерісіне жазылғансыз, есіңізде ме? Мүлдем ұмытып кеттім ғой. Такси! Астана, шынымен бе? Шілдеде қар, жарты сағаттық жол, 1 сағаттық дәрігерлердің тексерісі және азамат өзінің салауатты өмірін жалғастыра алады. Азамат түн ортасында үйіне оралды. Ал үйде тазалық. Себебі азаматқа мистер Пропер келіп жарайды, қалжыңдаймын. Қандай мистер Пропер? Азамат мүмкін істердің барлығын басқа адамдарға тапсырған. Оған күн сайын клининг келеді. Қарбаласта біз әр адамның, әр мамандықтың қаншалықты маңызды екенін жиі ұмытып кетеміз. Уақыт пен еңбекті бағалау арқылы адамдар бір-бірінің өмірін жақсартады. Сонымен менің айналамдағы адамдар кім? Өз ісін жақсы білетін керемет адамдар. Әрине оларға мен де кірем.